Сенің ақшаңда біреудің мақсаты бар. Осы сөзді қалай түсінесіздер? Көп адам айтады да, ақшамның қайда кеткенін білмеймін дейді. Осының бірден бір жауабы осы. Өйткені сенің мақсатың жоқ. Біреудің мақсатын орындау үшін жұмыс істеп жүрсің да. Ол дегеніміз, сен дүкенге барасың. Дүкеннің иесінің алдында үлкен мақсат бар да, үй алам деген. Сол мақсатқа қол жеткізу үшін дүкен ашып бизнес істеп жатыр. Ал сен сол бизнестан товар алып, соған процент төлеп отырсың. Бір ма? Керексіз заттар. Кола, шемішке, анау, мынау. Бір ма? Екі. Кинотеатрдың бастығы. Сен киноға барасың, кино көресің. Көрме демеймін, көру керек. Бірақ постоянно емес та, анда-санда. Сен кредит аласың банктен. Каспийдан. Каспийдің директорының үлкен мақсаттары бар басында. Сол мақсатына қол жеткізуге сен көмек беріп жатсың. Ал сенің алдында мақсат жоқ болғаннан кейін, сенің ақшаң біреудің мақсатын орындауға кетеді. Вот мақсаттың қаншалықты құнды екенін мен сіздерге түсіндіріп тұрмын қарапайым тілмен. Алдыңа мақсат қой, қою деген мына мида ойлап жүрген нәрсе емес, жаз конкретно дәптердің бетіне, жаз. Кәдімгідей осындай міне қалам ал да, міне қандай қалам ал, дәптер ал. Менің бүгінгі мақсатым, мен бір жылға алдыма мақсат қойдым, үй алғым келеді. 20 миллион тұрады үйім, 30 миллион, 100 миллион тұрады. 100 миллион табу үшін мен не істеуім керек? Қолымнан не келеді? Жоспарсыз сол мақсатқа. Айына қанша табу керек? Күніне қанша табу керек? Оны істеу үшін не істеу? Өзіңді қамшыла, таңертең ерте тұршы просто. Таңертең уақытым жоқ деме, ана экран, телефоныңды ал да экранный времяңды қара, қанша уақыт отырсын. Уақыт бар любой адам. Уақыт жоқ деген тек қана сылтау. Жалқау болмау керек, просто еңбек ету керек, әрекет ету керек, жұмыс істеу керек, адам өз-өзін қамшылау керек максималды түрде. Сосын міндетті түрде ақшаңның қайда кетіп жатқанын білу үшін күнде расходың мен доходыңды жазып отыр. Күнде өмір бойы. Сонда түсінесің. Мақсаты бар адамдар комментарийға жазыңдаршы. Мақсат қойғаннан кейін өмірлерің өзгерді ме? Мақсатқа жақындадыңдар ма? Мақсаты жоқ адамдар қалай болып жатыр өмірлерің? Осыны комментарийға жаза кетіңіздер.